Бұл іш қатуға арналған екінші видео. Бұл жерде әртүрлі жағдайдағы жүктілік кезінде, геморрой кезінде және жаңа туған нәрестелерде қандай іс жүргізетін дәрілер қолдануға болады, сол туралы айтылатын болады. Керек жерлерін конспектте жазып алыңыздар. Іс жүргізуге арналған дәрілерді өзіңіз барып ала беруге болмайды. Оның көптеген жанама әсерлері болуы мүмкін. Қай кезде қандай дәрі қолдану керек, соны анықтап алу керек. Әрине, іш жүргізетін дәрілерді қолданбас бұрын ең бірінші іш қатудың не себепті болып жатқанын анықтап алу керек, негізгі ауруды емдеу керек, содан кейін барып іш қату болмайды. Ал бұл дәрілер тек сізге уақытша көмек ретінде ұсынылады. Іш қатудағы дәрілер, іш жүргізетін дәрілер негізгі 5 топқа жіктеледі. Бірінші топтағы дәрілер мөлшерін көбейтуге арналған препараттар. Яғни бұл препараттар құрамында табиғи талшықтар бар, клетчатка бар. Бұл алдында видеода айтылып кетті. Клетчатка қандай тағамдарда бар екенін, және синтетикалық түрінде метилцеллюлоза бар. Олар ас қорыту жолында ерімейді және сіңірілмейді. Солай олар ас қорыту жолында өзіне суды тарту арқылы нәжісті шығаруға көмектеседі. Бұл топтың препараттарын қолданған кезде өте көп мөлшерде суды ішу керек. Әсері 8-10 сағаттан кейін басталады. Жұмсақ іш жүргізетін әсер етеді, тәуелділік тудырмайды және оларды ұзақ қабылдауға болады. Бұл топтың препараттарына фитамуцил, мукафальк және көбіне салмақ тастау кезінде қолданылатын МКЦ препараты жатады. Бірінші фитамуцил препаратына келетін болсақ, фитамуцил препараты БАД болып табылады. Пакетикте ұнтақ түрінде шығарылады. Құрамы жолжелкен және қара өріктен тұрады. Бұл табиғи клетчаткалар, яғни талшықтар болып табылады. Бұл фитамуцил препаратын 3 жастан асқан балаларға және жүкті емізетін әйелдерге қолдануға болады. Іш кебу тудырмайды. Әсері 1 күннен кейін пайда болады. Ең минималды курс емдеу кезінде, созылмалы іш қату кезінде 1 ай қолдану қажет. Бұл препараттың ерекшелігі глюкозаның сіңуін төмендетеді. Сол себепті қант диабеті бар адамдар бұл кезде инсулинді аз қабылдау сияқты оның дозасын ретке келтіруі қажет. Келесі препарат мукафалк препараты. Бұл да бірінші топтағы препаратқа жатады. Мукафалк ол суспензия дайындауға арналған гранула. Оның құрамы да осы жолжелкеннің ұнтақтары болып табылады. Бұл да жүкті және емізулі әйелдерге қолдануға болады. Балаларға 12 жастан бастап қолданылады. Әсері 12-24 сағаттан басталып, 2-3 күнге дейін созылуы мүмкін. Бұл топта препараттарды да қолданатын кезде қант диабеті бар ма сұрау керек. Сонымен қатар жанама әсерлеріне іш кебу, іштің толып кету сезімі, аллергиялық реакциялар көрінуі мүмкін. Бұл препаратты да қолданған кезде 1,5 литрдей су ішу қажет. Және басқа препараттарды қолданған кезде арасында 30-60 минут интервал болу қажет. Келесі екінші топ астматикалық іш жүргізетін препараттар. Бұл препараттардың өзі 3-ге бөлінеді. Тұзы іш жүргізетін дәрілер, оған натрий, магний сульфаттары жатады. Бұлар 3-6 сағаттан соң әсер етеді. Одан кейін макрогол немесе полиэтиленгликол, оның препараттарына форлакс пен фортранш жатады. Одан кейінгі пребиотиктер, оған лактулоза, дюфалак, нормаза жатады. Бұлар 24-48 сағаттан соң әсер етеді. Бұл топтың негізгі әсер ету механизмі олардың барлығы ішектен өтіп, қан плазмасы мен тіндерден суды өзіне тартады. Бұл нәжістің көлемінің ұлғаюын әкеледі және нәжістің жұмсаруын, сонымен қатар ішек қабырғасының созылуын тудырады. Соның арқасында перистальтика күшейеді. Ал пребиотиктердің, соның ішінде лактулозалардың макроголдан айырмашылықтары, бұл лактулоза пребиотик болғандықтан ол тек патогенді микроорганизмдердің өсуін тежеп қана қоймай, сонымен қатар пайдалы микроорганизмдерді көбейтеді, ішектің қалыпты микрофлорасын реттейді. Форлакс препаратын айтатын болсақ, ол ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, құрамы макрогол, балаларға 6 айдан бастап қолдануға болады. Жүкті және емізуді әйелдерге, диабетиктерге қолдануға болады. 6 айдан 8 жасқа дейінгі балдарға 4 грамм, ал 8 жастан жоғары адамдарға 10 граммнан қолданылады.
асқазанның шырышты қабатын тітіркендірмейді, және ұзақ уақыт қолдануға болады, ешқандай тәуелділік тудырмайды. Жана мәселелеріне іш ауруы болуы мүмкін, жүрек айну, құсу, диарея және аллергиялық реакциялар болуы мүмкін. Әсері 24-48 сағаттан кейін басталады. Созылмалы іш қатуды емдеу кезінде 3 ай емдеу керек, және басқа препараттарды қабылдау кезде арасы 2 сағат болу қажет. Себебі бұл басқа дәрілердің әсерін төмендетуі мүмкін. Осы екінші топтың келесі препараты ол пребиотик дюфалак. Дюфалак өте кең таралған препарат, 200-500 мың миллилитр флаконда шығарылады, және 15 мл пакетте шығаратын түрі бар. Бұның құрамы лактулоза. Лактулоза ол сүт қанты лактозадан айырмашылығы. Лактулоза ішекте сіңбейді, өйткені біздің организмізде оны сіңіретін ферменттер жоқ. Бұл құрамы тек лактулоза және судан тұрады, ешқандай бояғыштар жоқ. Балаларға туылғаннан бастап қолданылады. Жүкті және емізулі әйелдерге де қолдануға болады. Бұл тек іш жүргізетін әсері ғана емес, сонымен қатар ішектегі пайдалы микрофлораларды көбейтеді. Ол кейде жоғары дозада жүрек айну, құсу шақыруы мүмкін. Сол себепті дюфалакты алғаш қолданған кезде біртіндеп бастап, аз дозадан бастап, біртіндеп ұлғайту керек. Бұның әсер ету уақыты 24-48 сағат, және бұның жанама әсері дюфалакта метеоризм, яғни іш кебу болуы мүмкін. Себебі бұл лактулоза тек сүт қышқылы мен май қышқылын ғана бөлмейді. Бұл лактулоза бактериялар сонымен қатар іш кебуге алып келетін көмірқышқыл газы мен сутегі газын да бөліп шығарады. Нормалдеті осы топқа жатады, әсері дюфалакпен бірдей. Келесі үшінші топ бізде тітіркендіргіш әсер көрсететін препараттар. Бұл препараттар тоқ ішектің рецепторларын тітіркендіреді, соның әсерінен ішектің қабырғасы жиырылып, перистальтика күшейеді. Бұл топтың препараттары сенади, бисакадил, кастор майы, пикосульфат, дулкалакс, пикалакс және тағы да басқа препараттар. Бұл топтың препараттары ішек перистальтикасына әсер еткендіктен ішекте спазм тудырып, колика тәрізді ауырсынулар беруі мүмкін. Сонымен қатар бұл препараттарды 14 күннен артық қабылдамау керек, себебі тәуелділік тудырады, содан кейін іш қату өте қатты көбейеді. Сонымен қатар бұл топтың препараттары жүкті және емізулі әйелдерге қолдануға болмайды, және ұзақ уақыт қолданған кезде тамырлардың коллапсын алып келуі мүмкін. Ол әрі қарай естен тануға алып келеді. Сонымен қатар бұл топтың препараттары жүрек глюкозидтері, аритмияға қарсы дәрілер, тиазидті диуретиктер, эндопамид, гидрохлорид тиазид сияқты және глюкокортикоидтардың әсерін күшейтеді. Және бұл топтың препараттары бағасы арзан болғандықтан жиі қолданылады. Әсері 6-12 сағаттың ішінде көрінеді, ал свечелардың әсері 15-60 минуттың ішінде көрінеді. Бұл топтың препараттары көбінесе іш қуысына операциялар жасайтын кезде, ішекті босату мақсатында, немесе әртүрлі зерттеулер кезінде, зерттеулердің алдында ішекті босату үшін қолданылады. Бисакадилді ұйықтар алдында қабылдау қажет. Бұл топтың препараттарын ұзақ уақыт қолданған кезде, сонымен қатар электролиттердің алмасуын бұзуы мүмкін. Ал пикалакс, дулкалакс, пикосульфат препараттары тамшы түрінде, таблетка түрінде болады. Егер тамшы түрінде болатын болса, бұл препараттар үлкен адамдарға 10-13 тамшы немесе 1 таблетка, ал балаларға 5 тамшы немесе 1 таблеткасының жартысы қолданылады. Бұл препараттарды 4 жастан асқан балаларға қолдануға болады, бірақ жүкті және емізулі әйелдерге қолдануға болмайды. Сонымен қатар іш ауыру, диарея болуы мүмкін, тұздардың жоғарылап кетуі, әлсіздік және талмалар болуы мүмкін. Осы топқа жататын тағы да бір препарат кастор майы. Кастор майын созылмалы іш қату кезінде және асқазанда жарасы бар адамдарға қолдануға болмайды, ұзақ уақыт қолдануға болмайды. Келесі 4-ші топ жұмсартқыш әсер көрсететін размягчающий препараттар. Бұл топқа вазелин майы және глицерин свечелері жатады. Вазелин майы сонымен қатар сыртқа қолдануға да болады. Вазелин майы әсері 4-5 сағатта әсер етеді, ал ректальды глицерин свечелері 15-30 минутта әсер етеді. Вазелин майы қазіргі кезде сирек қолданылады, себебі
вазелин майын қолданғанда жүрек айнуы болуы мүмкін, кекіру және дәмі жағымсыз. Сонымен қатар А, Д, Е, К сияқты майда еритін витаминдердің сіңуін төмендетеді, яғни гиповитаминозға алып келеді. Сонымен қатар глицерин препараттары, глицерин свечалары, олар глиц деген түрде шығарылады. Бұл препараттарды геморрой кезінде және анальды трещиналар, яғни жырықтар кезде қатты ашыту, күйдіру сезімін білдіреді, тұз сепкен сияқты әсер көрсетеді. Сонымен қатар сол жерлерді тітіркендіріп қабынуды күшейтуі мүмкін. Келесі ең соңғы топ комбинирленген препараттар. Бұған микролакс және фитолакс жатады. Бұл топтың препараттары құрамында 3 түрлі компонент бар. Нәжісті жұмсартады, оңай шығарады. Бұл тек жедел көмек препарат ретінде әсер етеді. Себебі тек нәжіс тығынына ғана, фекальный пробка ғана әсер етеді. Микролакс препараты формасы ыңғайлы. Ол 3 жасқа дейінгі балаларда ұзын ұшы болады, микроклизма тәрізді. Соның тек өзінің сызығы бар, сол жерге дейін ғана салынады, ал үлкен адамдарға түгелде салынады. Бұл яғни микроклизма тәрізді тек жергілікті әсер етеді, нәжістің тығынына ғана. Жүкті, емізулі әйелдерге, жаңа туылған балаларға қолдануға болады. Бірақ тық ішекте геморройы бар адамдарда жану, күйдіру сезімін білдіруі мүмкін. Сонымен қатар диарея болуы мүмкін, кейде іш ауруы болуы мүмкін. Осы топқа жататын тағы бір препарат ол фитолакс препараты. Бұл препарат БАД болып табылады. Әсері 8-12 сағаттан көрінеді. Бұл препараттарды қабылдау курсы 2 аптаға созылады. Құрамы жолжелкен, сенна, укроп және өрік ұнтақтары, яғни клетчаткалар көзі болып табылады. Ал сенна рецепторларды қоздыратын әсер көрсетеді. 14 жастан бастап қолдануға болады. Тамақпен бірге 2 таблетка қабылдау керек. Және балалар, жүкті әйелдерге, бала емізетін әйелдерге қолдануға болмайды. Бұл топтағы препараттардың ішінде бірінші және екінші топтағы препараттар іс жүргізуді жұмсақ әсер етеді. Іс жүргізуге, яғни әсері бірден болмайды. Ал қалған микролаксты қолданған кезде абай болған жөн, өйткені оның әсері бірден көрінеді. Тағы да айта кетейін, іш қату, запор бұл негізгі ауру емес. Ол басқа аурулардың көрінісі ретінде көрінуі мүмкін, белгісі ретінде. Сол үшін бірінші негізгі ауруды анықтап алу қажет. Және тамақтану режимін дұрыстау қажет. Күнделікті сыртқа үлкен дәретке шығуды да белгілі бір уақытпен режиммен жасап отыру қажет. Көбіне таңғы уақытта ішті босатқан дұрыс. Себебі адам ұзақ уақыт бойы жатқан кезде тоқ ішек жұмыс жасайды. Және горизонтальды жатқаннан вертикальды қалыпқа келген кезде де ішектер төмен түсіп, сыртқы үлкен дәретке шығуға көмектеседі. Және үнемі бір уақытқа шығуға дағдылану қажет. Көп мөлшерде су ішуге қажет және құрамында клетчаткаға бай тағамдарды қолдану қажет. Сонымен қатар қимыл қозғалыстарда көп болу керек. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер.